Бұл 22 наурыз күні Шу қаласында дәрігерлердің салғырттығынан қайтыс болған әдемі есімді қарындасымыз. 25 жыл ғана өмір сүрген әдемі осыдан 7 жыл бұрын Шыңғысқа тұрмысқа шыққан. Келіншек 7 жылда 4 рет жүкті болады. Өкінішке қарай 2 жүктілігі жатырдан тіс бітеді, ал 3-ші экосы түсіп қалады. Ерлі зайыпты бала сүю бақытын сезіну үшін тағы да эко жасатады. Шешімдері сәтті болып, тек 4-ші мүмкіндіктен ғана жатырға бала бітеді. Қуаныштары қойнына сыймаған 2 жас болашақ балаларының жынысын білмек боп гендер пати жасайды. Дәрігерлердің салғырттығы болмаса, ерлі зайыпты 1 айдан соң шекесі торсықтай ол сүйермек. Әттең, енді бәрі кеш. Тек ана мен баланың әруағы тыныш болу үшін осы сұмдыққа қатысы барлар жұмыстан ғана шығарылмай, қылмыстық жауапкершілік арқалауы тиіс. Видеоны бөлісіп, әділдіктің орын алуына мұрындық болайық.